Қайырлы күн, достар. Так, менде кешке ужинға плов, помидор, огурцы и жұмыртқа. И этот острый перчик. Так, маған ас болсын. Сіздерге де барлықтарыңызға ас болсын. Бисмиллах. Палауға мейіз қостым. Көрініп тұр ма? Мейіз қосып істедім, тәттірек болсын деп. Ары бері жүргенше пока суп қапты. Суп қапты. Перчик. Негізі мен палауды еттен гөрі жұмыртқамен жеген жақсы көремін. Жұмыртқамен күшті кететін сияқты. Огурцы. Помидор. Басында салат істеп жейін дедім да. Потом что-то пияз, ешнәрсе жегім келіп тұрған жоқ сияқты. Сөйтіп, өйстіп, просто нарезка қыла салдым. Ал мынау 15% қаймақ.
перчик, жұмыртқа, помидор. Бағана біреу комментарийға жазып жатты, орамалмен түссем, не шашым жоқ па деп. Жоқ, Құдайға шүкір, шашым бар. Ұзын. Просто үйде орамалмен жүремін. И орамалмен жүргеннен кейін шашың орамалдың астында жатып тұрады. Оны жайғаннан кейін оны көтеру керек, оны қайтып жуу керек. Постоянно орамалмен жүретіндер мені түсінеді. Сол үшін орамалмен шыға беремін. Білмеймін, ода тұрған еш нәрсе жоқ сияқты. Білмеймін, қандай қалай сондай сұрақ қоюға болатын. Мен болдым. Мына палау суп қалған кезде уже особо жегің де келмейді екен. Жегің келмейді екен деп бір тарелканы жеп қойған қалай кетті. Перчик күшті. Прям күшті кетті. Так, менде ішкенге пепси. Но мен пепси көп ішпеймін. Просто ашып бір ұрттағанға болмаса. Дауысын естіңіздер. Так, қалай ашылады. Күшті кетті ма? Қараңыздар. Все. Бүгінге мукбанг осы. Астына комментарий жазып, лайк бассаңыздар болады. Келесі сұрақтарыңыз болып жататын болса, комментарийға жазыңыздар, мен сол сұрақтарға жауап беремін. И еще қандай тамақ түсіргенімді қалайсыздар, соны жазыңыздар. Потому что ешқандай идея келмей жатыр. Пока күнделікті істеп жатқан тамақпен түсіріп жатырмын. Еще егер жаңағыдай осы менің именно осы видеом қанша 500 дегіші, пока что 500 просмотр жинайтын болса, мен енеммен бірге мукбанг түсірем. Қалай қарайсыздар? И сразу енеммен бірге қандай тамақты түсіргенімді қалайсыздар, соны да жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.